Assalamualaikum dostlar, barшаңызға сәлем. Сіздермен бірге Deep Game каналы. Бұнда яғни тағы да криптовалюта жөнінде және биткоин, эфириум, солана болсын, криптомонеталарды сатушыларды ойын ойнау арқылы қалай табуға болатыны туралы сіздерге түсіндіретін боламын. Және сол ойында қалай жүктеуге болады, сол YouTube'дағы видеоның астында сілтемесі тұратын болады. Қандай да бір сұрақтар болса, комментарияға жазыңыздар. Соған байланысты крипто нарығындағы және соның ішіндегі криптомонетаны қалай өндіруге болатын ойындар жөнінде, сайттар жөнінде видео түсіретін боламын. Ал кеттік. Келесі айтатын сіздерге бұл Bitcoin Blast деген ойын. Мұны көріп отқан болсаңыздар, Ethereum Blast'тың екінші түрі Bitcoin Blast. Бұлар бір разработчиктен шығып тұр, 11 ойын. Мұны соның екінші ойыны. Так, қазір қалай ойнаймыз? Қалай регистрация? Міне кіреміз ойынға. Get Started дегенді басамыз. Жоғар жағында Google-ды аккаунт теруге болады, не болмаса Facebook. Бірақ желательно Google жақсы. Кейін түсіндірем. Google-ды осылай басамыз. Лайк басуды ұмытпаңыздар достар, подписка жасап. Так, бұл жерде сіздерге таңдау береді. Кез келген өзіңіздің бір аккаунтыңызды таңдап аласыз. Ешқандай бір верификация, анау-мынау өту қажет емес. Қарапайым қазақ тілінде айтқанда. Міне біздің аккаунтымыз іске асып жатыр. Так, міне. Және де айтып кететін жағдай, ойнамастан бұрын оң жағыңызда YouTube деп тұр ғой. Соны бір басып болсаңыздар, Let's Go'ны басасыз, подписка жасайтын болсаңыз, сізге 600 монета береді. Бірақ бұл 600 монета, менде подписын деп тұр. 600 монета ол биткоинның монетасы емес, бұл ойынның монетасы. Биткоинға шаққанда өздері түсіндіріп айтады, көрсетеді. Міне 1200 болды. Так, енді плейді басамыз. Ал енді ойнайтын боламыз. Жоғар жағында керек информация болмаса, мына екіншісін басып, жоқ қылып жіберуге болады. Ойын өте жеңіл, өте оңай, ешқандай қиын емес. Мынандай биткоиндарды қазір теретін боламыз. Міне өзі подсказка береді, таңдаймыз. Міне өзі подсказка береді. Болмаса бұлай таңдап жүргенде болды. Осындай кез келген турынан өтіп бересіздер. Ешқандай қиын емес. Соған байланысты әрбір өткеннің өзінің сатушиларын бере береді. Ойынның міне бізде 1200 болды ма? 2274 берді. 3000 болды. Қазір сіздермен бірге жеткізетін боламыз. Міне тағы да реклама шықты. Басатын болсақ, неге инстаграмға жазылсаңыздар, тоже 600 монета береді. Подписаться жасамасаңыздар да болады. Осылай кірсеңіздер, өзі бере береді автомат түрде. Так, дальше кеттік. Бізде 4000 болды. Дальше ойына кірсек. Сіздермен просто осыны жаңадан бастап көрсетіп жатқан жайым бар. Айырамыз, керек емес. Осында әбден үйреніп алғанбыз. Келесі ойын қызық. Міне. Ол да тура сондай. Бет монеталар таңдай береміз. Өздерінің ұсынған монеталар бар. Міне жұлдызды жоғар жағында қарасаңыздар, 1-3 деп тұр. Жұлдыздар жанай береді. Міне. Так, бізге қандай монета керек? Тағы да міне өздері көрсетіп тұр. Так. Болды. Бізге қазір үстіне ақша қосылады. Бізде қанша болды? Қателеспесем, біздің счетымызда 4074 болған екен. Үстіне 5000 қосылып жатыр. Дальше кеттік.
Достар, міне біздер жаңа ойында ойнап 19-да 462 монетаға жеткіздік ойынның тілі бойынша. Және жоғар жағында cash out деп жазылып тұр. Көріп тұрсаңыздар сап-сары болып. Соны басамыз. Басқаннан кейін біздерге айтады, міне биткоин не болмаса эфириум болып шығаруға болады. Біздер биткоин дейміз. Біздерге биткоин міне 19-да 462 монетаның біздерге 20 сатоши беріп тұр. Create a Coinbase дейді. Coinbase деген тоже кошелек, соған барып түсетін сіздерге хабардар қылып отыр. Аккаунт басамыз. Міне біздерде біздің аккаунт жазылып тұр. Cash out'ты төмен жағында басамыз. Окейді басамыз. Міне біздерге кетті. Аккаунтымызға кетті. Енді біздің аккаунтымызға түскенін қалай көреміз? Мына жерде біздерге өш келіп тұр. Менде өш келіп тұр. Қазір сіздерге көрсетем. Так, мына жерде міне. Оның алдында 56 болып түскен болса, міне менде көріп тұр. Қазір осыны біз переводтаймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін. Google аккаунтқа барамыз. Мына жерде переводчик тереміз. Тезірек шығады бізде. Вот, осыны жерге вставить етеміз. Біздерге не келгенін кейін көреміз. Мына жерде біздерге жазылған. Вывод средств завершен. Blink дейді, банағы ойын. Разработчик Financial отправила или олды сатуши на осындай адрес дейді. Көріп жатсаңыздар. Просто мен бана ойнағанда басқа адрестердім, мұнда басқа адрес. Мен кез-келген аккаунтпен кіріп жүктеп алып жатырмын. Егер сіздерге қызықты болса, лайк, подпискаларыңызды аямаңыздар. Және сіздерге тағы бір көрсетіп кетейін. Осындағы мына Coinbase дегенге түседі. Және осы Coinbase'тен Binance'қа шығарып алуға болады. Егер қызықты болса, Coinbase'тен Binance'қа қалай шығарып алу керек екен, сіздерге алдыңғы келесі видеода түсіндіретін боламын, егер қызықты болса. Осымен ойын. Осымен қызықты, ешқандай қиын емес ойын. Үйренуге болады. Міне осында түседі. Бүгін менің өзімнің активтарым осының ішіне келіп түсетін болады. Жақсы, рахмет.